Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі капкейк жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен миксерімізге қантымызды және сарымайымызды салып, жай жылдамдықпен айналдырамыз. Және жылдамдықты арттырып отырамыз. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және осылай миксерімізді тоқтатып, лопатканың көмегімен жиегін түсіріп аламыз. Жұмыртқамызды, ванилинімізді саламыз. Және де сүтімізді құямыз. Ұнымызға крахмалды және қосқышымызды салып, 2-3 бөлікке бөліп, осылай массамызға салып отырамыз. Бізде біркелкі масса шығу керек. Мінекей лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Міне бізде әдемі масса шықты. Осындай қалташаға массамызды салып аламыз. Және де осындай капкейктің ыдыстарына 37 граммнан бөліп салып шығамыз. Сол кезде біздің капкейктеріміз бірдей болып шығады. Мінекей бәріне 37 граммнан сығып шығамыз. Және пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 160-170 градуста 20-25 минут аралығында сарғайғанша пісіріп аламыз. Мінекей бізде капкейктер пісіп шықты. Капкейктің піскені шпажканың көмегімен білуге болады. Шпажка құрғақ болып шықса, онда пісті деген сөз. Енді кремімізді дайындаймыз. Креметтімізді, қантымызды, сливкимізді біркелкі масса болғанша айналдырамыз. Мінекей осылай насадкілердің көмегімен әдемі узорлар салып шығамыз. Және де капкейктің бетін өздеріңіз қалауларыңызша безендіруге болады. Әртүрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар болады, шоколадтар салсаңыздар болады, немесе посыпкалар сепсеңіздер де болады. Және тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қойсаңыздар, кремің сіңіп, әдемі болып тұрады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде сіздер капкейк жасап көрсеңіздер, комментарияға иә деп жазып кетіңіздер. Осылай әдемі капкейктеріміз дайын болды. Мінекей мен посыпкалар септім. Өте әдемі шықты.